70'ti. 70. Бастаймыз. Мына көкем. Су жаңа көкем. Бастайын келеміз. Мекс, маған кеп тұр? Не ол? Білем ол маған кеп тұр. Ананы істе көріп, бұл кейінген ол. Мынаны бітір көрек, Мен Некс ба, новый Некс ба? Білем ол капет кеп тұрған маған. Бастадық. Авторитет. Ал, бисмилля. Ашыл десей. Көрдің ба? Өртеніп тұрған проводты. Бұл андай не силовой ғой? Силовой ғой сол. Көрме қалай еріп отыр ма? Мына бара. Плюс отыр көрме? Мына ғой ол. Мына плюс отыр көрме? Көрме? Надада отыр. Мынаған келеді да, мына выход шығу керек қой. Мына выход жабыспаған бір жерге. Жоқ, осы проводты жабыспаған. Мынау да күйген еді. Қуалаймын ғой енді соны. Мынау да күйген еді. Қазір новый салдым да. Нормально болды ма? Жоқ, зажигание ашсаң, күйет қайтан. Ерит мынау да күйет. Ол да замекание болып тұр ма? Қарсы мынау қара тұр ғой. Қарашы үлкен. Осын қуалау керек. Екеуі де светі бірдей сияқты ғой. Бірдей. Ау, массада отыр. Ау, өкпеледім. Айналып келсеңші деп отырмын ғой. Көріп берем ғой. Өкпеледім. Бәрі өкпелей береді екен бізге, Жұмысы біті көріп те адамдардың бәрін. Жұмысы біті көріп, сол үшін өкпелейді. Енді очертпен істеуін керек қой кез келген нәрсе. Бәрі өкпелей береді екен. Қаша болады ғой, қолдан жасалған ғой, бәрі. Айналып келіңіз деп отырмын да. Есікті алайын. Ал, жүре беріңіз. Мына проводта мына жерде тұрған, яғни бұдан выход шығып тұратыннан. Бұл бұлайнан тұра үшін. Тықып қоя салғаннан. Көру керек бұнды. Неге баратыр? Жалғау бәрі мына. Мынандай жалғанған жерлерді окисление беру мүмкін да. Тексереміз енді. Так, міне. Мына жер окисление берген. Осыларды тазалап шығу керек бізге. Контактермен тазаласаңыздар болады. Бірінші окислениені кетіру керек, кейін контактермен. Енді қараңыздар. Сіздерге көрсетейін. Плюс прибор сол жақтарға келмей жатыр міне. Қостық жанды. Қостық жанды дұрыс па? Яғни предохранительдің аяқтары сау. Енді бұл жерде ақ қара болады. Ақ қара проводқа зажигание ашық тұр қазір мысалы. Плюс шығу керек мынан. Мін. Плюс жоқ мін. Көрдіңіздер ме? Плюс жоқ. Яғни іші окисление болып шаруасы біткен міне. Көрініп тұр ма сіздерге міне? Не болып отыр? Мынау. Көгеріп кеткен. Көгеріп, міне ішін көрінеді ме? Көгеріп, уже питание жоқ. Бұл ақ қара мыняққа келу керек. Приборға келу керек. Прибор істемей тұр ғой. Яғни ақ қарада питание жоқ мынау. Мынау ақ қара. Плюс жоқ қойыңыз. Зажигание ашық. Плюс жоқ. Қазір мен прямо беріп көрем оған. Плюс пайда болады. Ана жерге проводта уақытша перемешкі бердім де, тексерейін деп жатырмын. Сол мен айтқаным дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты. Міне перемешкі бердім де плюсты предохранитель арқылы. Енді қазір мына бағана питание жоқ еді, ақ қарада, Ақ қара бұларда зажигание плюс болады. Grand Cherokee модель болғаннан кейін американец плюс надо болады. Міне плюс келді. Енді прибор тығып көреміз. Яғни плотно отыр. Орнынан жинайық. Короче, мен өзім ойым мынандай 100 тұрғанда көзімде мен еріп кеткен ғой. 100-ді алғанда одан аздық 20 алып басаған, одан сайын еріп жабыспаған, тазалап жатырмын. Қазір оталып тұр да, көтерсең өшеді. Яғни аккумулятордың предохранительдің бәрі орында тұр, генератордың тартасың өшеді. Болды, өшті. Қазір енді предохранительді қойып, оталдырып көреміз. Сонда да
генераторға күмән бар, генераторды істету керек бір еді. Мына көрдіңіздер ме, суды өшіп қалды, яғни генератор заряд бермей тұр қазір машинаға. Так, достар, енді қазір бағана екеуінде де плюс отырған еді ғой. Тексеріп көреміз енді қайсында екеуінде плюс отыр ма, жоқ па. Причинасы табылды негізінде. Мына еріген жер ғой. Мынада плюс отыр, үшіншіде, екіншіде жоқ, көрдіңіздер ме? Осылай болу керек. Мынаны біріншіде тексеріп плюс отыр, екіншіде жоқ. Яғни мынау енді. Жоқ. Мына плюс отыр. Заводскойда плюс отыр, роднойында. Енді екіншісін тексереміз. Екіншісінде жоқ, көрдіңіздер ме? Бағана басында видеода көрсеңдер, екеуінде де плюс еді, үзіліп тұрса да. Енді осыны предохранительдерін орнатамыз. Сөйтіп оталдырып, генератор заряд беріп жатыр ма тексереміз. Бұл бәрін кіргізіп, мына жерде 40 тұрған, алдында қазір 60 салдым. 40 тұрады, мынада да 60 тұру керек. Кейін 60 тауып салып қоямыз, мынада 60 тұру керек. 60 предохранитель таппадым қазір. Негізі салынады. Мынандай болып кетті, көрдіңдер ме? Замыкание бергенде. Қазір оталдырып, генератор заряд беріп жатыр ма тексереміз. Так, оталдырдым. Щиток прибор істеп тұр, аккумулятор 14-те 3 заряд беріп тұр деп көрсетті міне. Бағана көтерілмей тұрған. Май 3-ге дейін барып жатыр, нормально өтіп тұр. Аккумулятор 15 почти. 14-те 4 қой беріп тұрған. Генератор нормально заряд беріп жатыр. Поворот істеп жатыр. Подсветка айтпақшы, жаңған кезде жанбайды бұда. Қазір соны тексереміз. Неге жанбай жатқан. Включательно, ну. Бұл қазір генераторды өшіріп қойдым. Заряд беріп ма, жоқ па? Клиенттерді көбейіп жатыр, стектерді. Так, достар. Бағана өшіп тұрған еді, енді тексеріп қоямыз. Мұны предохранительдерді тексеріңдер. Сау. Сәл қызып жатыр генератор. Генератор сәл замыкание болуы мүмкін генераторға. Ол өшіп кетті, көрдіңдер ма? Яғни генератор зарядты берді енді. Өшіп қалған жоқ. Сосын мынау да қызып жатыр бұдан. Бұл да прямой жалғап тастаған. Оны да бір тексеріп қоямын қазір. Главный мынау еріген нәрсе табылды ғой, көрдіңдер ма? Заряд берді енді. Генератор заряд берді. Интернетте бұл генератор деп тұр екен. Яғни генератор заряд берді, ерігенді ауыстырды. Қызып жатқан нәрсені тексеріп жатырмын қазір енді. Приборда подсветкада жанбайды, қазір көреміз. Сонымен жинаймыз, достар. Замыкание табылды ғой, главный. Ана жақта окислениялар көп айтпақшы. Мына жақта проводтар, оголенный проводтан жабу керек, окислениялар тазалау керек, жаңа предохранительдерді орнату керек. Сонымен бұл прибордың подсветкасын жабу керек. Сонымен бұл. Болды, короче, клемантта қатырады, сосын генератор істетеді болды. Генераторда проблем болып тұрған сияқты маған. Потому что аккумулятор наоборот саған болады, генератор істету керек болады. Мына жерге де перемешка қылып тығып қойған екен, мынандай провод ше. Бұл да окисление берген. Яғни бұл жерде предохранитель тұру керек, мынандай. Міне. Силовой тұру керек бұл жерде. Оған да анандай тығып қоя салған. Яғни мынаны тазалап, мынандай салам. Сөйтіп оған қалғандарында окисленияларды бәрін сүйіп, тазалап шығу керек мына контакттарын. Бисмилля, бастадық. Так, міне достар, азанда бастадық, онда. Сағат 5 болды, бітірдік. Замыканиясын бәрін таптық. Тексерейік. Щиток прибор істемейді еді. Щиток прибор істеп тұр. Аккумулятор заряд көрсетіп тұр. 13-те 50. Майдың давлениесі істеп тұр. Бензин көрсетіп тұр. Су істеп тұр. Фар жақтық. Бір рет қостық. Говорит жанат. 2 рет қостық. Ближний жанат. Дальний. Поворот жанып жатыр солға. Оңға жанып жатыр. Бәрі істеп тұр. Сосын еді не істемейді еді? Печка. Печка істеп тұр міне. Дауыс гуілдеп тұр. Үрлеп шаңғытып жатыр астын. Печка істеп тұр. Және де дворник істемейді деді. Дворникті де істеп қойдық. Полный сигнал бәрі істеп тұр.
far marlarını істеп тұр.